Сәлем, мен Күміртекпін, тіршіліктің басты тірегімін. Менделеев кестесіндегі мекенжайым 6 номер, 2 период, 4 топ. Кестеде орным кішкентай болса да, табиғаттағы рөлім орасан зор. Мен алмаспын. Адамдар мені байлықтың, сән-салтанаттың символы санайды. Мен үшін миллиондаған қаражат жұмсайды. Зергерлер мені қырлап, қауһар тасқа айналдырғанда, әлемде менен асқан сұлулық жоқтай көрінеді. 100% қарапайым көміртектен тұрамын. Менің бойымда алтын да, күміс те жоқ. Менің мінезім қатал. Мен өнеркәсіптегі ең мықты құралмын. Ең қатты тастарды, металдарды кесетін, терең ұңғымаларды бұрғылайтын да менмін. Менің ішімдегі әрбір көміртек атомы басқа 4 көршісімен өте мықты коваленттік байланыспен байланысқан. Біз бәріміз бірігіп, ешқашан үзілмейтін тетраэдр құраймыз. Барлық 4 электроным байланыс түзуге жұмсалғандықтан, менде бос жүрген бірде-бір электрон жоқ. Сол себепті мен электр тоғын мүлдем өткізбеймін. Менің тегім көміртек, бірақ тағдырым басқа. Мен гауһар тас сияқты жарқырап, жұрттың көзін алмаймын. Бірақ менің бір артықшылығым бар. Мен тарих жазамын. Сонымен қатар мен электр тоғын жақсы өткізетін сирек бейметалдардың бірімін. Мен жоғары температураға төзімдімін. Сол себепті мені өнеркәсіпте электродтар мен майлағыш материалдар жасауға қолданады. Менің құрылымым ерекше, атомдарым қабат-қабат болып орналасқан. Әр қабатта олар 6 бұрышты тор түзеді. Осы қабаттар бір-бірімен әлсіз байланысқан. Сондықтан мен оңай үгітілемін және сырғымалы қасиетке иемін. Менің атомдарым, менің көміртектерім бір-бірімен өте берік байланысқан. Олар 6 бұрышты торлар құрап, мызғымас қабаттар түзеді. Бұл қабаттардың ішінде сондай бірлік бар, оны ешкім бұза алмайды. Қызығы сол қабаттардың арасында. Менің қабаттарым бір-біріне жабыспаған. Олар тек әлсіз ғана, нәзік қана байланыспен ұсталып тұр. Сондықтан да мен жұмсақпын. Мен көміртек әулетінің ең соңғы құпиясымын. Графит сияқты қабат емеспін, алмас сияқты тор емес, фуллерен сияқты шарда емес. Мен түзу сызықпын. Бір-бірінің артына тізілген атомдардың шексіз тізбегімін. Алмаздан да, тіпті графеннен де мықтымын. Мен әлемдегі ең қатты материалмын, бірақ мені көру, ұстап тұру өте қиын. Менің осы жалғыз тізбегімнің бойында ғаламдағы ең үлкен күш жасырылған. Ғалымдар менің беріктігімді есептегенде таңғалды. Мен нано әлемнің ең жіңішке сымымын. Менің бойыммен электронды сигналдар жарық жылдамдығымен жүйткейді. Болашақтың ең қуатты компьютерлері мен ең мықты құрылғыларын сыйлаймын. Менің бойымдағы әрбір атом көршісімен 2 немесе 3 еселенген берік байланыспен ұстасып тұр. Бұл менің аса жоғары беріктігімнің сыры. Менің тізбегімнің айналасында ешқандай қорғаныс жоқ. Егер көршілес 2 карбин тізбегі бір-біріне жақындаса, олардың атомдары бір-біріне тартылып, лезде графитке немесе басқа құрылымға айналып кетеді. Мен табиғаттың ең мінсіз геометриясымын. Менің атом фуллерен. Егер графит қабаттардан, ал алмас торлардан тұрса, мен тұйықталған еркіндікпін. Ғалымдар мені алғаш рет ғарыш шаңынан тапты. Бірақ бүгін мен жердемін. Медицина мен нанотехнологияның болашағымын. Мен өте берікпін, бірақ сонымен бірге өте жеңілмін. Мен микроскопиялық деңгейдегі ең кішкентай футбол добымын, бірақ менің ойыным адамзаттың денсаулығы мен технологиялық өрлеуі. Менің денемде 60 көміртек атомы бір-бірімен қол ұстасып, футбол добына ұқсайтын ғажайып күмбез түзеді. Менде ешқандай ашық үш жоқ. Мен симметрияның шыңымын. Менің ішім бос кеңістік. Бірақ бұл жай ғана бостық емес. Бұл сол бостыққа мен кішкентай атомдарды жасырып, оларды әлемнің бір шетінен екінші шетіне зақым келтірмей жеткізе аламын. Менде атомдар 5 бұрыштар мен 6 бұрыштар түзеп орналасқан.